Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Мынау Қытайдың визасыз режимі туралы дабыл қағып жатқан азаматтар көп. Мен таңырқаймын. Қарсымын деп ютубтың астына жазасыздар. Неге өзіңіз видео түсіріп, сол видеоңызды әлеуметтік желіде жарияламайсыздар? Неге құда жекжат болып топтасып, не үйіңізде бала шағаңызбен ақ отырып, немесе өзіңіз жеке видео түсіріп, мен Қытайдың Қазақстанға визасыз қаптауына қарсымын, Қарақытайға 10 жылға виза беруге қарсымын, Қарақытай қазақ жеріне қалауынша келіп кетуіне қарсымын деп неге мәлімдеме таратпайсыздар? Неге жігіттер топтас, дос жарам болып, курстас болып, класстас болып, неге осындай челленджі жасамайсыздар? Ашық ойларыңызды айтыңыздар. Ол сіздің азаматтық құқыңыз. Ол үшін сіз сотталмайсыз. Ол сіздің құқыңыз. Мысалы, сіз сол жерде отырып, мен Америка президент Байденді ұнатпаймын деп айтуыңызға болады. Ол үшін Байден барып, Тоқаев ана қазақты атып таста демейді. Америкада да айтуыңа болады. Тура сол сияқты сен де өзіңнің саяси көзқарасыңды айт. Сен елдің иесісің, жердің иесің, Қазақстан азаматсың. Сондықтан ойбай не істеймізді қойыңыздар. Бұл бір. Екіншіден, қалың елім қазағым, Қытайда ата жау, Орыста ата жау. Бұл екі ата жаудан қазақтың көрмеген қорлығы жоқ. Ортасында Иран бар. Қазір осы үш ата жау одақ болып отыр. Ал бірінші ата жау Назарбаев Тоқаев жүйесі. Осы біздің тарихтан бергі ата жауымыз, Орыс, Қытай, Иранмен одақ болып ауыз жаласып отырған ата жау Назарбаев Тоқаев жүйесі болып отыр. Бұлардан құтылмай жақсылық болмайды. Солтүстік Корей Америкаға және Американың одақтастарына атом қаруымен шабуыл жасайтын болса, онда бұл кез келген саяси биліктің аяқталғанынан дерек береді деді. Бұл сөз Пекинге қаратылып айтылды. Бұл сөз тікеден тіке Солтүстік Кореяға қаратылып айтылды. Ол деген сөз, сен Америкаға атом қаруын атсаң, сен Оңтүстік Кореяға атом атсаң, зымыран атсаң, атом қаруы бар. Бітті, онда сенің саяси жүйең тасталған болады. Ол Пекинге айтты. Енді қызық, бұл арада Пекин бұл дүние жүзіне орыстар ұқсап өздерінің бір әділетсіз талаптарын заңдастырып орындатқысы келеді. Мысалы, Пекин Солтүстік Кореяге атом қаруын беріп отыр. Солтүстік Корейдің уран байытатын технологиясы жоқ. Ол Қытайдың технологиясы. Ол Орыстың технологиясы. Солтүстік Корейдің бүкіл бидайын, күрішін Қытай беріп отыр. Солтүстік Корей бүкіл сол Қытай арқылы жанын бағып отыр. Тіпті Солтүстік Корейдің мына Пекинде, Тяньжинде, Шанхайда мемлекет тарапынан құрған Корей ресторандары бар. Мемлекет тарапынан құрған Корей массаж орталықтары бар. Сол Корей массаж орталықтарында жаңағы Корейдің қыздары массажы болып, ине жаншып, анау-мынау тамақ жасап, ресторандарында жұмыс жасайды. Олардың айлығы мемлекетке, жаңа айлығы дейме, олардың табысы, ана ресторан табысы мемлекеттік меншік, тікеден тіке Корей, Солтүстік Корей мемлекетінің табысы болады. Сонда шетелде мемлекеттік ресторан ашып, содан түсетін табысқа қарап отырған Солтүстік Корей дүниеде ең кедей елдің қатарында, бірақ сол атом қаруын жасап, қайта-қайта зымыран атып, Жапонға қаратып зымыран атып, Оңтүстік Кореяға қаратып зымыран атып отырған әскери, жаңағы қара ниеті қабынған ел. Оның артында Орыс, Қытай тұр. Енді Байденнің сөзі Пекинге де, Солтүстік Корейдің есерсоқ семіз баласына да қатаң ескерту болды. Енді Қытай туылап жатыр. Бірақ тағы бірі. Бұл Қытай коммунистерінің 70 жыл бұрынғы жеңілісін еске салды. 70 жыл бұрын Қытайдың коммунистері масқара болып жеңілді. 1 миллион әскері Корей жерінде қалды. Мау өзінің саяси ұпайын түгендеу үшін Қытайдың жас азаматтарын құрбандыққа шалды. Енді осы соғысты Конгресте сөйлеген Оңтүстік Корей басшысы өте бір салтанатты түрде қайталап айтып, астын сызып тұрып айтып, еске алды. Бұның барлығы Пекиннің жүйкесіне тиіп отыр. Мынау саяси бір әзіл бар. Дүние жүзіндегі ең қауіпті жұмыс не дейді? Дүние жүзіндегі ең қауіпті жұмыс Оңтүстік Корейдің президенті болу дейді. Неге? Оңтүстік Корейдің президенті болсаң, не сотталып түрмеде отырасың, не өлтіріліп кетесің.
Оңтүстік Кореяда көбінде солай. Президенттер атылып кетеді, өлтіріліп кетеді, сотталып кетеді. Алдыңғы жолғы бір әйел президент болып еді, қайтты, өзінің университеттегі курстасының қызының университетте жоғарғы оқу орнына түсуіне ықпал етіп бір қоңырау шалған үшін сотталып кетті. Ол біздегі Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе бойынша оны түсіну дегеніңіз енді мүмкін емес әңгіме. Мүмкін емес әңгіме. Мені тыңдап, естіп отырсаңыздар, бөлісіп, таратысып тастаңыздар. WhatsApp-қа, Signal, Telegram-ға, Facebook-ке, Алпыс апаға, 70-ге, дос-жаран, құда, жекжат, бәріне таратып тастаңыздар, лайк басыңыздар. Әрбір тарату, әрбір лайк, әрбір коммент осы қазақ тілді контентте, қазақ тілді интернет әлемінде осы лекцияның басқалардың телефонынан шыға келуін тездетеді, көбейтеді. Сіз бір лайк басқанда, бұл екінші бір қазақтың телефонынан шыға келеді. Ол бір комментарий жазбаған, үшінші бір қазақтың телефонынан шыға келеді. Сондықтан басыңыздар. Енді бұл Корей мәселесі бұғанға дейін Американың позициясы онша анық болмай келген болса, бұл жолы Америка позициясын анық білдірді. Американың әскери мансаптысы, біз алыста тұрып-ақ солтүстік Корейге шабуыл жасай береміз, солтүстік Корейге қайтарма соққы бере береміз. Алыста тұрып-ақ солтүстік Корейге атом қаруын қолдануға мүмкіндігіміз бар деп отыр. Америка өз жерінен атом аталады, солтүстік Корейге зымыран жібере алады. Бірақ енді осылай бола тұрса да, олар кәдімгі атом суасты сүңгуір кемесін оңтүстік Корейге жіберетін болып отыр. Және Америка тарап бұл туралы Пекинге алдын ала хабар да беріп қойған. Яғни білсең де білмесең де міне оңтүстік Корейге атом суасты сүңгуір кемесін жібереміз. Бірақ бұл жерде Америка тарапының айтысында олар атом суасты сүңгуір кемесі оңтүстік Корейге жақындамаса да, солтүстік Корейді немесе басқа елді бомбалайтын мүмкіндігі бола тұрса да, бұны жібергендегі мақсаты бұл біздің одақтас екендігімізді. Яғни біздің осы оңтүстік Корей түбегінде бар екендігімізді көрсететін белгі деп отыр. Енді Қытай бармағын шайнап, оталып қопаға түсіп, ақалай көкалай деп отыр. Оңтүстік Корейде де қытайшыл күштер бар. Қытайшыл күштер бар. Оларда Қытаймен одақ болып, анау-мынау Қытай сауда өндіріс, біз Қытайдан бәленбай миллиард ақша тауып жатырмыз, Қытайда түген зауытымыз бар, мынандай тірлігіміз бар, ақалай көкалай деп айтқыш. Бірақ қалай болмасын, Корей Американың 70 жылдық қатынасын туралы осы жолғы конгресстегі Корей президентінің сөзі Американың Корейге деген ықыласының ерекше болуы Қытайдың көзіне саусағын тығып алғандай болды. Қысқасы, Қытай бұғанға дейін орысқа көмек беретін боп, бермейтін боп, халықаралық соғыста мынау орыстың Украинаға жасаған шабуылын қайта-қайта Ukraine crisis деп, Украин дағдарысы деп, оны ерекше әскери операция деп, орыспен ниеттес болып, халықаралық біріккен ұлттар ұйымындағы жиналыстарда Ресей мәселесінде Ресейді жақтап, немесе қалыс қалып, өстіп, Қытай біріккен ұлттар ұйымын Ресей екеуі, былайша айтқанда біріккен ұлттар ұйымын Ресей екеуі құртты, тұтасымен қолында қуыршақ қылып алды. Енді осы мәселеде өте бір жағымды жаңалық. Америка Қытайға аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл.